Шетел әдебиеті антикалық дәуірден басталады. Антикалық әдебиет грек және рим әдебиеті болып екіге бөлінетіні белгілі. Антикалық деп аталу себебі құл иеленуші қоғамға байланысты. Антикалық қоғамда адам өндіріс үшін пайдаланылды, ал кейінгі буржуазиялық қоғамда өндіріс адам үшін қолданылды. Жалпы антикалық әдебиеттің тарихи мәні зор деп айтуымызға болады. Антикалық әдебиет өнерімен бірге көп ғасырларда өтті. Оқырман оған эстетикалық мәні бар көркем шығарма ретінде қарайды. Антикалық әдебиет суреттеудің өміршеңдігі жағынан жоғары саналады. Жалпы антикалық көркем әдебиет фольклордан қол үзген жоқ. Грек-рим әдебиетінде әдебиеттің барлық жанры болды. Әдебиеттегі теория антикалық әдебиеттен бастау алғаны белгілі. Жалпы біздің дәуірімізге дейінгі, мынау көріп отырсыздар, біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда жерорта теңіздің батыс жағалауында Италияда антикалық әдебиеттің екінші бөлігі рим әдебиеті өркендеді. Рим әдебиеті грек әдебиетімен байланысты болды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен бірге дамығанымен латын тілінде шығарылды. Себебі Рим латын тайпаларының орталық қауымы болғаны белгілі. Рим әдебиеті өзінің сұрақтарына дайын жауапта грек әдебиетінен тауып тұрды, бір-бірімен тығыз байланысты болды. Грек әдебиетінің жалғасы болды деп айта аламыз. Грек тарихының әр кезеңдерінде пайда болған дүниетану, идеология, Рим қоғамының да дамуында пайдаға асты. Римдіктер өз мәдениетінің түрлі салаларында, философияда, өнерде, әдебиетте, осы салалардың дамуында гректерден материал алып пайдаланғаны белгілі. Римдіктер гректерден алған материалды өздерінің тарихына, идеологиясына, жергілікті мәдениет пен салт дәстүр